Сәлем құрметті достар, сіздермен бірге жастар подкасты және де мен Әсел. Бұл жобада біз жастарымызға пайдалы ақпараттар мен кеңестермен бөлісетін боламыз, сондықтан да біздің подкастымызды жіберіп алмаңыздар. Бүгінгі бізде қонақта Абай жастары облыстық жастар ресурстық орталығының директоры Айдос Абылғазыұлы Төлеуханов. Қош келдіңіз Айдос аға. Қош келдік, қош көрдік, әдемі жоба. Рахмет, көңіл күйіңіз қалай жалпы? Керемет, жақсы, рахмет. Рахмет, келгеніңізге көп рахмет. Бірінші сұрақтарымызға көшпес бұрын өзіңізді көрермендерімізге таныстырып өтсеңіз қысқаша. Енді өзіңіз айтып өткендей, жастар саясаты өңірдегі бірден бір соны асырып жүрген азаматтардың бірімін. Абай жастары, жастар ресурстық орталығының басшысымын. Өңірде қанша жас бар, қандай жұмыстар атқарылады, сол туралы енді сізбен кеңінен ой бөлісеміз деп ойлаймын бүгінгі сұхбат барысында. Тамаша. Ендеше өзіңіздің осы орталық туралы жалпы түсіндіріп өтсеңіз, немен айналысасыздар? Өздеріңіз білетіндей 2022 жылы Абай облысы құрылған кезде бұл жастар ресурстық орталығы желтоқсан айында құрылған болатын. Абай жастары атауымен дәл қазіргі таңда штатта облыста 15 адам бар. Ал жалпы облыс көлемінде бізде енді 607 мыңға жуық азамат болатын болса, соның 25% ол жастар, 153 мыңға жуық жастар бар. Сол жастармен тікелей жұмыс жасайтын, мемлекеттік жастар саясатын насихаттайтын бірден бір ұйым болса, ол жастар ресурстық орталығы. Тамаша. Жалпы осы жастар саясаты деген не? Енді әркімге әртүрлі болуы мүмкін. Жастар саясаты не, олар не істейді деген секілді. Әрине, мен сізге қазір қарайтын болсақ, алдымда көптеген статистикалық мәліметтер бар, соның барлығына қарап, жастар саясаты осылай, оның міндеті осылай, мақсаты осылай деп айтуға болушы еді. Бірақ енді бұл жастар подкасты болғаннан кейін, еркін ой алаңы болғаннан кейін, мен сізге енді студенттер түсінетіндей, жастар түсінетіндей қысқаша айтып кетейін. Мемлекеттік жастар саясаты ол ең бірінші жалпы жастың тұлға болып қалыптасуындағы алғашқы қадамы десек артық айтпаймыз. Барлығымыз осы жолдан өттік. Сол студенттік кезіміздегі белсенділіктің арқасында дәл қазір жетістікке жетіп жатсақ, осы сұхбат беріп отырсақ, одан кейін мемлекеттік жастар саясаты туралы айтып отырсақ, оның барлығы сол мемлекеттік жастар саясатындағы біздің белсенділігіміз. Мен ойлаймын, қазіргі таңдағы жастар саясатын әркім әртүрлі түсінуі мүмкін. Жастар саясаты дегеніміз ол жастар ұйымдарына, тікелей жасқа, әрбір жасқа өзінше пайдасын тигізетін, оның ішінде жүрген ойын жүзеге асыруға көмектесетін үлкен бір орта, үлкен бір былайша айтқан кезде жастардың қалыптасқан шоғыры десем артық айтпаймын. Рахмет, үлкен көп өте түсінікті. Келесі сұрағым, ал сіздер жалпы колледждермен, университеттермен қалай жұмыс атқарасыздар? Енді әрине жастардың санаты бізде 14 пен 35 жас аралығында. Енді 14 пен 35 дегеніміз ол мектептегі жоғары сынып оқушылары бар, одан кейін жаңағы өзіңіз айтып өткен студенттеріміз бар, орта арнаулы оқу орындағы техникалық білім беретін оқу орындарындағы колледждардағы студенттеріміз бар, жоғары оқу орындарындағы студенттеріміз бар, одан кейінгі жұмыс істейтін жұмысшы жастарымыз бар дегендей. Біз енді барлық жасты қамтуға тырысамыз. Соның ішінде енді біз мемлекеттік мекеме болғаннан кейін жылдық жоспар деген дүние болады. Жылдық жоспардың ішінде әрине біз студенттерді назардан тыс қалдырмаймыз. Оларға арналған түрлі бағыттағы шараларымызды ұйымдастырамыз. Өйткені ең бірінші енді осындай кезде студенттердің ішінде біздің енді жастар ұйымдары бар, сол жастар ұйымдарының жетекшілері бар, сол жетекшілермен кездесу ұйымдастырамыз. Сол кездесу барысында олардың ойларын тыңдаймыз, қандай біздің өңірде қандай іс-шара болған, қалайсыздар, қандай іс-шараны өткізсек бірге деген сияқты. Сол жастармен бірге талқылаймыз да, одан түрлі форматта ол дебат болсын, ол жастарға арналған форумдар болсын, студенттерге арналған форумдар болсын, соларды ұйымдастырамыз. Енді қазір сұхбат барысында тағы да айтып өтем, қандай шараларымыз болады, сол туралы сізге толық айтатын боламын. Тамаша. Енді жалпы осы біздің қаламызда қандай ұйымдар бар? Сол ұйымдарға жалпы біздің жастарымыз, студенттеріміз қалай кіре алады? Әрине, өте жақсы сұрақ. Қандай ұйымдар бар деген кезде бірден енді көрінетін ол әрине жастар рухы, Қазақстан студенттер альянсы, одан кейін университеттердің, колледждердің ішіндегі дебат ұйымдары. Енді жалпы бізде дебат қозғалысы Абай облысында өте жақсы дамыған. Біздің дебатерларымыз, басқа да осы жастар саясатында жүрген мықты жайдарманшыларымыз республикалық көлемде жақсы жетістіктерге жетіп жүр. Оның бір дәлелі былтырғы жылы
біздің қыздар емес командасы республикалық жайдарманда чемпион болды. Әрине ол біздің өңірдің жас мақтаныштары. Сол секілді енді олардың барлығы сол өзіміз айтып отырған ұйымдардан шыққан, біреуі жайдарманнан, біреуі дебаттан, біреуі жастар рухынан, біреуі Қазақстан студенттер альянсынан, одан кейінгі енді тағы да жақсы ұйымдардың бірі ол енді интеллектуал жастар қауымдастығы, шығыс жастар қоғамдық қорысында бізде жақсы ұйымдар бар. Олар да біздің өңірдің мемлекеттік жастар саясатының дамуына жақсы үлестерін қосып жүр. Енді мен ең бірінші курсқа түскен студенттерге айтарым, университеттің ішіндегі үйірмелер, ұйымдар, жаңағы ұяшықтар дейміз ғой, сол үйірмелердің барлығына тікелей қатысса, сол арқылы көрінсе, өзінің қандай бағытта жұмыс жасағысы келеді, соны бірінші тауып алсын, одан кейін жаңағы ұйымды таңдап қатысып кетсе, ол өзі үшін үлкен плюстардың бірі болады деп ойлаймын. Тамаша. Бұл өте және де жастарымызға, студенттерге деген үлкен мүмкіндік десек те болады. Рахмет. Келесі сұрағым, жалпы бағана айтып кеттіңіз шаралар туралы, яғни қаламызда студенттерге арналған қандай да бір шаралар өтеді, және де қазіргі жақын арада қандай шаралар болайын деп жатыр, жоспарларыңызда бар? Енді жалпы мекеменің жастарға арналған шараларын тоқтала кетсем, қысқаша, біз енді Абай облысы болғаннан кейін ұлттық құндылыққа басымдықты беріп отырмыз. Сол себепті енді бұл жерде жаңа айтып өттім ғой, 14 пен 35 жас аралығында барлық жастарды қамтуымыз қажет деген секілді, сол жастарға шараларды жіктеп бөлеміз деген секілді. Енді біз көбінесе енді студент жастарды алатын болсақ, студенттерге арналған фестиваль ұйымдастырамыз. Былтырғы жылы өте жоғары деңгейде өткен болатын, жақсы осы университеттің жастары қатысып жүлделі орынға ие болған болатын. Енді бұл студенттік фестивальдің негізгі мақсаты студент жастардың басын біріктіру. Енді оның іші төртке бөліп қарастырған болатынбыз. Бірінші енді 4 турға бөліп, бірінші турда енді қазіргі таңда жастардың арасында квиз дейміз, қазақша квиз дейміз, өте жақсы дамып келеді. Біздің өңірде Абай облысында Семей қаласының жастары белсенді қатысады. Сол студенттер арасында біз квиздан жарыс ұйымдастыратын боламыз. Бұл келесі қазан айының 10-15 аралығында жоспарлап отырмыз, өткіземіз деп. Қазір арнайы оқу орындарына хат жібереміз. Бұл үлкен облыстық студенттерге арналған фестиваль болады. Оның ішінде жаңағы екінші туры, ол бізде енді жастарымыз айтып отырмын ғой, түрлі бағытта өздерін көргісі келеді. Қазір заманауи би дегеніміз өте студенттердің арасында дамып келе жатыр. Сол жағынан да біз жарыс өткізейік деген ниетпен осы қосқан болатынбыз. Одан кейін көркем өнерпаздар байқау дейміз. Енді студенттердің ішінде де әнші болғысы келетін, жалпы өнерде жүрген, өнер саласын құптайтын жастарымыз көп қой. Сол жастарды енді алып шығу мақсатында, өзімізге тарту мақсатында, енді біз университеттің ішінен, колледждің ішінен мықты студентті көретін болсақ, бірден әрине оны қалалық шараларға тартамыз, облыстық шараларға тартамыз. Мемлекеттік жастар саясатын енді жүзеге асыруға бірге шақыратын боламыз. Енді одан кейінгі тур спорт саласында қарауымыз керек. Стритболдан жастар арасында, сол студенттер арасында жарыс болады. Одан кейін қорытынды гала концерт болады. Жалпы бюджеттің қоры 600 мың теңгені қарастырып отырмыз. 600 мың теңге, яғни жүлделі орындарға бөлініп берілетін болады. Бұл студенттер үшін өте жақсы енді мотивация деп ойлаймын. Сондықтан да бұл шараға біздің өңірдің жоғары оқу орындары және студенттері жақсы атсалысып қатысады деп ойлаймын. Енді одан кейінгі шараларға тағы да тоқталатын болсақ, әрине біз енді былтырғы жылы өздеріңіз білетіндей заңнамамызға өзгеріс енді тұжырымдама жаңа енгізілген болатын. Сол тұжырымдама 23-27 жылдарға арналған тұжырымдамамыз бар. Соның аясында қазір жұмыс жасап келеміз. Одан кейін айтып өттім ғой, бізде бұрынғы заңда жастардың санаты 29 жасқа дейін болған болатын. Былтырғы жылдан бастап 35 жасқа дейін ұлғайтып берді. Бір жағынан енді біздің мекеменің жұмысын көбейтіп дегенмен де жаңағы 30-дан 35-ке дейінгі мықты біздің азаматтарымыз бар. Солармен қайтадан жастар саясатында бірге жұмыс жасауға жаңа мүмкіндіктер келді деп ойлаймыз. Сондықтан да бұл енді үлкен бір плюстердің бірі. Одан кейін енді тағы да бір шара, студенттік шақтан кейін әрине біздің енді жастарымыз отбасын құрады, жас отбасылардың қатарына енеді. Сол кезде енді біз ұрпақтар сабақтастығы дейміз, тәлім-тәрбиеге бағытталған шараларды қарауымыз керек. Сондықтан да біз енді жақсы бір жобаларды қолға алған болатынбыз. Оның біреуі аяулы жас келін, яғни жас келіннің күнделікті үйдегі образы, жас қазақтың жас келіні қандай болу керек деген секілді үлкен бір облыстық байқауды өткіземіз. Ол байқау жаңағы кеңінен жастар арасында насихатталып, талқыланып жүрген болатын. Одан кейінгі тағы да бір үлкен форумдарымыздың бірі ол жас әкелер форумы. Жас әкелер форумын былтырғы жылдан бастап Абай облысында өткізе бастадық. Енді
мүмкін көргенде шығарсыз, қазір енді әлеуметтік желіде Нұрлан имам деп танылған біздің Астана қаласынан арнайы имамымызды Байжігітұлы Нұрланды шақырған болатынбыз. Сол ағамыз келіп жастармен кездесу өткізіп, өзінің жас отбасыларға, жас әкелерге жалпы отбасы құндылығы туралы оймен бөліскен болатын. Бұл да біздің жылда өтетін дәстүрлі жобаларымыздың бірі деп санаймыз. Сондықтан да келесі айда 10-та жоспарлап отырмыз. Енді ол жас әкелер форумында биылғы жылы басқа спикер шақырамыз. Ол спикер әзірге құпия, жақындаған кезде жастармен бөлісетін боламыз. Одан кейін тағы да бір енді біздің өңірдегі үлкен бір жобалардың бірі, біз ұлттық ғашықтар күні бізде 15 сәуір, сол ұлттық ғашықтар күнін насихаттау мақсатында жастар арасында үлкен ғашық қоз көрпеш баян сұлу байқауын өткіземіз. Облыстық бұл байқауға бізде енді дәстүрлі түрде Аягөз ауданы, Аягөз қаласында ұйымдастырылады. Сол жерде өтеді, және де енді былтырғы жылы, оның алдыңғы жылы біздің байқауға шын мәнісінде жұп болып жүрген жастарымыз, үйленген, отау құрған өнерлі жастарымыз да қатысып өздерінің бағын сынаған болатын. Бұл да біздің ерекше жобаларымыздың бірі. Одан кейін енді әрине жылдың басынан бастап жылдың соңына дейін түрлі бағытта шаралар ұйымдастырады. Соның қорытындысы ретінде біз жылдың соңында облыстық бірге бір толқында жастар форумын жасаймыз. Бұл форумда енді жыл көлемінде үздіктен танылған студенттеріміз, басқа да шараларға қатысқан жастарымыз облыс әкімінің қолынан марапатқа ие болады. Ол туралы да енді толығымен айтатын боламын. Керемет, тамаша шаралар өте көп екен. Жалпы бұл енді студенттерімізге де өздерінің дамытуына үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Жалпы енді сіз айтып кеттіңіз бағана сөзіңізде талантты жастар туралы. Яғни осы біздің өңірде талантты жастар өте көп. Соларға қандай сіздер мүмкіндік бере аласыздар өздерінің таланттарын іске асыру мақсатында? Әрине, өте жақсы сұрақ. Талант арасында да көп. Ол студенттер арасында, ол жастар арасында да. Енді біздің бағытымыз көрген жасты былайша айтқан кезде өзімізге тартып, қосымша оларға ақпарат беріп, осы жерге баруға болады деген секілді. Одан кейін біздегі мәдениет басқармасы бар. Үлкен басқармаларға осы жастарды көрсетіп, облыстық көлемде өтетін үлкен шараларға қатыстырып, концерттерге қатыстырып деген секілді бір жағынан шыңдаймыз. Одан кейін оларға бір жағынан мүмкіндік, екінші жағынан өз-өзін танытуға, одан кейін енді әншілердің арасында, өнер адамдарының арасында қосып жүрсек, ол біздің бір үлкен ұтымды істеріміздің бірі деп ойлаймын. Сондықтан да ондай жастар бізге келеді. Есігіміз әрдайым ондай жастарға ашық. Және де айтып өттім ғой, көркем өнерпаздар байқауы деген сияқты сондай байқауларда біз өзімізге сондай әншілерді, өнерпаздарды көретін болсақ, өзімізге түртіп аламыз да, ол жастарды шақырып біздің шараларға қатыстырамыз. Біздің шаралардың басқасында ұйымдастырушы болып жүреді, не болмаса өнерін көрсетіп, сөйтіп ол жастарды үлкен ортаға алып келеміз. Тамаша. Жалпы енді келесі сұрағым, осы студенттер өз жобасын сәтті бастау үшін оларға неден бастауға кеңес берер едіңіз? Енді студенттердің ішінде біреу волонтерлік бастаманы қолдауы мүмкін, біреу студент кезінен бастап кәсіпкерлікке бейім болуы мүмкін, және де басқа да әлеуметтік салаларда қамту мүмкін. Енді бізге студенттердің арасынан біз байқайтынымыз, сол студент кезінде жүріп әлеуметтік жобаларды көп қолға алады. Соның ішінде енді білетіндер бар, білмейтіндер бар, бірақ біздің мекеменің мамандары облыс көлемінде бізде 140-қа жуық маман бар. Олардың барлығы осындай кездесулер, не болмаса жастармен кездесулерде айтып отырады. Жаңа айттым ғой, ұлттық саулық, медицинаға қатысты, одан кейін басқа да қамқор деген секілді жақсы біздің жобаларымыз бар. Ол жобалар енді республикалық деңгейде өтетін жобалар. Сондықтан да сол жобаға студенттеріміз қатысып 300 мың теңге көлемінен жаңа гранттарды ұтып алып жатып, біздің өңірде сол жобаларын өздері ұйымдастырып жатады. Әрине бұл үлкен бастама. Енді сол бастама арқылы қоғамдық жұмыстарындағы белсенділік арқылы олар мемлекеттік тапсырыстарға қатысып, арнайы шараларды ұтып алып, ұйымдастырып, сондай бағытта енді көп жастар атқарып жүр жұмыстар. Тамаша. Жалпы енді келесі сұрағым сізге қояр. Осы жыл сайынғы әкім премиясы деген нәрсе бар. Яғни ол жастарымызға қалайынан әсер етеді? Енді бұл әрине жастар үшін үлкен мотивация. Біз арнайы 2022 жылдан бастап осы жыл көлемінде үздік жұмыс атқарған жастарға облыс әкімінің алғыс хатымен, одан кейін енді қаржылай 300 мың теңге бір адамға соны бөліп қойған болатынбыз, және марапат ретінде.
сол марапатқа кімдер қатыса алады? Оның ішінде біз үздік студент деп алдық, үздік жастар ұйымдары деп алдық, үздік волонтерлік бастама, үздік жақсы жоба деген секілді, одан кейін үздік еңбек адамы деген секілді. Еңбек адамын тыс қалмау керек. Осы жолға жолдауда өздеріңіз де көрдіңіздер. Келесі жылы 2025 жылы еңбек адамы жылы болып саналатын болады президенттің айтуымен. Енді сол себепті бізде еңбек адамы, яғни жастарды, сол салада жұмыс атқарып жүрген қарапайым жұмысшы жастарды облыс әкімімен жаңағы марапатымен марапаттауға арнайы жаңағы сыйаққа қосқан болатынбыз. Ол да бір ойлаймын назардан тыс қалмау керек деп деген сияқты. Бірақ енді бұл негізгі қорытынды өзіңіз айтып отырған жүлденің негізгі мақсаты жаңағы студент, мысалы үшін енді студенттерге қатыстырылатын болсақ, студент ол жыл көлемінде волонтерлік негізде бастама, көп шараны өткізу мүмкін, көп шараға қатысу мүмкін, жақсы жобаларды іске алып қосу мүмкін. Ол өңірдің, ең бірінші өңірдің дамуына атсалысып жүрген студент, ол тиісті марапатын алу керек деп ойлаймын. Сондықтан да бұл студенттерге, жалпы жастар ұйымдарына үлкен мотивация, жыл көлемінде жақсы шара ұйымдастырған, жақсы көрінген жастар солай жылдың соңында, желтоқсан айында осындай жетістікке ие болады. Тамаша. Жалпы енді келесі сұрағым сізге қояр. Осы кез келген студенттер өздерінің идеясымен сіздердің орталықтарыңызға барып ұсына ала ма? Әрине. Кез келген студент өзінің жақсы идеясы болса, жақсы бастамасы болса, біздің қалалық деңгейде жұмыс атқаратын жастар ресурстық орталығы бар. Біз облыс орталығында өзімізде отырмыз, бізге де келуге болады. Павлова 101 мекен жайы бойынша келсе, біз әрине барлық жастарды құба қарсы аламыз, жақсы идеялары болса. Одан кейін ауданда да жақсы жастар болуы мүмкін. Ол жастарға да біз енді біздің аудандық жастар ресурстық орталығына келулеріңізді сұраймыз. Келіңіздер, біздің есігіміз ашық. Әрбір шараларыңызды бірге сіздермен атсалысып, оған керек болса қаражатын да тауып беріп, бірге жұмыс жасауға дайынбыз. Келесі сұрағым сізге қояр. Осы студенттердің университеттен тыс қалалық деңгейде белсенді болудың өз қандай артықшылықтары бар? Ең бірінші белсенді студент ол қай жерде болмасын өзінің оқу орнының ішінен бастау керек. Бірінші курста оқу орнының ішінде ол белсенді болу керек. Сол арқылы өзінің белсенділігін жоғары көрсете білсе, оны қалалық деңгейдегі ұйымдар өздері байқайды, өздері тартады, солай ол қалалық деңгейге шығады деп ойлаймын. Барлығымыз да солай келгенбіз. Ең бірінші ол университеттің ішіндегі бастамасын жақсылап тұрып көрсету керек. Университеттің атағын қалалық деңгейде шығару керек. Университеттің атынан іс-шараға қатысатын болса, ол соңына дейін сол жерде жүріп, өзінің университетке берілген қоғамның белсенді жасы ретінде көрсету керек. Сонда ғана ол келесі мүмкіндіктерге ие болады деп ойлаймын. Бірден келе салып мен қалалық шараға қатысуым керек, бірден келе салып мен осы шаралардың басқасына жүру керекпін дейтін студенттер екінші күні күйіп кетеді. Көп рахмет, келгеніңізге де көп алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған жастар подкасты. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше.